Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан әлемдік қауымдастықта. Білім алушылар, тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдаңыздар. Қазақстан әлемдік қауымдастықта. Аймақтық қауіпсіздік және татулық деген кезде жұдырық болып жұмылған, ынтымақ бірлігі жарасқан ұлттар мен алауыздығы жоқ ел еске түседі. Қай ұлт, қай ел болсын, бейбітшілік пен ашық аспанды, бақытты, терезесі тең, керегесі кең болудан аңсайды. Өйткені татулық пен келісім, бейбітшілік пен тұрақтылық бар елді бақыт өзі іздеп келеді. Қазақстан бүгінде өзіндік саяси және экономикалық жүйесі қалыптасқан, әлем елдері мойындаған егеменді, тәуелсіз мемлекет. Біздің елдегі бірлік пен қоғамдық келісімнің бастауы Қазақстан халқының ортақ тарихы. Ғасырлар бойы тағдыр талқысына ұшыраған халықтарды құшағына сыйдыра білген қасиетті ұлы дала көптеген ұлыс пен ұлттың құтты қонысына айнала білді. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді біздің халық. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі ұлтаралық және конфессияаралық келісім, өзара түсіністік және сыйластық. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты байлығы. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату тәтті өмір кешіп жатыр. Тыңдалым мәтін тыңдап болғаннан кейін, мәтін мазмұнына сүйене отырып, ұлы дала тарихы тақырыбы бойынша эссе жаз. Талаптар: нақты дайындалған кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен құрылуы шарт. Тақырыптан ауытқымаған дұрыс. Тезистерді ұтымды дәлелдермен растау қажет. Өмірмен байланыс болуы тиіс. Өзіндік тың пікірлер келтіру, баяндау стилі нақты болуы шарт. Көріктеуіш тілдік құралдар ұтымды қолданып, көлемі 100-150 сөзден эссе жазыңыздар. Енді оқылым тапсырмасына кезек берейік. 4-ші тапсырма: мәтінді оқы, мәтінге ат қой. Етістіктің шақтарын топтап жаз. Айтылым тапсырмасы: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып айт. Мысалы, ел іші береке, көп ісі мереке. Ынтымақты елге ешкім жетпес, ынтымағы кетсе. Енді осы көп нүктеге тиісті сөздерді өздеріңіз қойып айтыңыздар. Сілтеме арқылы кері байланыс жасауды ұмытпаңыз. Ол үшін видеоның астында пікір жазатын бөлімде сілтеме берілген. Сол сілтемені басу арқылы тапсырманы орындауға болады. Немесе QR кодты телефонға түсіру арқылы тапсырманы бірден ашып орындауға да болады. Сіздерге сәттілік деймін. Сау болыңыздар.